Қайырлы күн барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Осындай үйде бағдат пен салат жасай салдым. Өте дәмді, керемет салат болып шықты. Сіздер де осылай жасап, видеоның соңына дейін қарасаңыздар. Ең алдымен осындай үйде менде айсберг капустаның азғантай бөлігі ғана қалып қалған. Әр салаттан қалған заттардан жасайтын боламыз. Осындай салат жапырағы да менде осындай азғантай ғана ол да қалып қалды. Осыны да турайтын боламыз. Бәрін мен крупный етіп турадым. 2 штук қиярымызды да қалауымыз бойынша турап алатын боламыз. Бір штук осындай қызыл пияз да қалып қалған. Оны да турап, майдараңқырап турайсыздар да осылай ажыратып алып саласыздар. Менде бауыр еті бар екен, азғантай бөлігін суға пісіріп алдым, көп емес. Піскенше қарайсыздар, енді суға пісіріп, тұз салып пісіріп аласыздар. Оны да осындай ұзын-ұзынша етіп турап алдым. Менде ыдысыма симай қалды. Үлкен ыдысқа ауыстырдым. Үстінен азғантай ғана тұзын салып, майонезін салып, араластыратын боламыз. Міне осындай салат шығады. Үйде кейде осындай кез келген салат жасағанда азғантай заттар қалып қалады. Неше түрлі көкөністер қалып қалады. Солардан салат жасап жіберсеңіздер де болады. Осындай жеңіл салат шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Ерекше рецепттермен бөлісіп отыратын боламын сіздермен. Осындай керемет салат шықты. Ас болсын, рахмет.